Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасы Әлия Молдағұлованың 100 жылдық мерейтойына орай Шығыстың шынары тарихи дерекнаманы онлайн оқырмандар назарына ұсынады. Әлия Молдағұлова Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ ауылында дүниеге келген. Жастайынан ата-анадан жетім қалған Әлия соғыс басталғанда балалар үйімен бірге Ярослав облысының Вятское селосында тұрған. Вятское орта мектебінен 7-ші сыныпты бітірісімен Рыбинск авиациялық техникумына түседі. Бірақ көп ұзамай 1942 жылы майданға жіберу туралы өтініш жібереді. Сол жылы Әлия өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Бірақ біраз уақытқа дейін оның алғы шептегі атыс шабыс алаңында білім білігін іс жүзінде көрсетуіне рұқсат етпеді. Жас қазақ қызы алға ұмтылды, жауға қарсы оқ жаудыруға асықты. 1943 жылы снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтайды. Сол жылдан бастап 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4-ші батальонының снайпері болады. Жау әскерінің 30-дан аса сарбазы мен офицерінің көзін жойған. 1944 жылы 14 қаңтарда Псков облысының солтүстігіндегі Новосокольники ауданында қаза тапты. 1944 жылы 4 маусымда Кеңес одағы батыры атағы беріліп, Ленин орденімен марапатталады. 19 жасар Әлияны майданда жолдастары Шығыс жұлдызы деп те атаған екен.